안녕하세요 여러분. 저는 мөлдір 해요. 반가워요. сәлем достар, қалайсыздар? Менің есімім мөлдір, танысқаныма қуаныштымын. Бүгін біз сіздермен сіздер білетін, естіп жүрген өте танымал, бірақ қате айтып жүрген 4 кәріс тілінің сөзіне тоқталатын боламыз. Бірінші, барлығымызда бар, кейбіреулеріңізде болмауы да мүмкін, бірақ міндетті түрде ұстап көрген кәріс тіліндегі телефонның бренді, кәрісше бренд Samsung, Samsung, бірақ та ол өкінішке орай қате сөз. Ол транскрипцияның нәтижесінде қате айтылып кеткен сөздердің бірі. Шын мәнісінде ол корейшедегі дұрыс нұсқасы Samsung емес, Samsung. Жақсы ма? Келесі екінші сөзіміз тағы да осы Корея еліндегі машинаның маркасы, Hyundai'ды білмейтін адам жоқ шығар. Бірақ та бұл жерде де қате. Транскрипцияның кесірінен осылай қате айтылып кеткен. Негізінде Hyundai емес, Hyundai. Келесі үшінші сөзіміз, ол соңғы кездері интернет желісінде, әсіресе Инстаграмда, Ютубта өте танымал, сондай адамдар отырып тамақ жейтін, өздерінің өте үлкен көлем тамақтарды жеп түсіретін видеолар танымал болып кетті ғой. Мукбаң деп айтып жүр, Ол да кәріс тілінен шыққан сөз, бірақ айтылуы қате. Мукбаң емес, мокбаң. Бұл мокбаң сөзі моңнын паңсон деген, моңнын паңсон екі сөздің бірігуінен жасалған. Яғни моңнын жейтін, паңсон трансляция, яғни тамақ жеп отырып түсіретін трансляция. Екеуінің қысқартып, моңнынның мок, паңсонның паң деген сөздерін алып, мокпаң шыққан. Бірақ та ол сол тағы да транскрипцияның кесірінен, романизацияға айналдырып жазудың кесірінен, хангыльді білмегендіктен адамдар осылай қате айтып кеткен. Жақсы, келесі төртінші сөзіміз, көптеген Кореяның фанаттарының, Корея еліне барғысы келіп жүрген жандардың міндетті түрде көргісі келетін қаласы, саяхаттап барғысы келетін қаласы, Корея елінің астанасы Сеул қаласы. Алайда сіздердің де менің де өкінішіне орай, оның шын аты корейшедегі нақты айтылуы Сеул емес. Сеул ол да транскрипцияның кесірінен қате айтылып жүрген аса танымал сөздердің бірі. Сеул қаласының шын атауы Соул. Осы жердегі Соул дегендегі о әріпі ағылшынша романизациямен жазған кезде ЕО болып жазылады да, сол жердегі ЕО-ның кесірінен Сеул болып айтылып кеткен. Дұрыс нұсқасы Соул. Сонымен қорытындылайтын болсақ, ең бірінші сөзіміз Samsung емес, Samsung. Екінші, Hyundai емес, Hyundai. Үшінші, мукбаң емес, мокбаң. Төртінші, Сеул емес, Соул. Сонымен бүгінгі сабағымызды осы жерімізден қорытындылаймыз. Келесі кездескенше, 안녕, 다음에 봐요.